Сәлеметсіз бе, менің арнама қош келдіңіз. Бүгін болышқа жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны ақырына дейін көріп тамашалаңыз. Дәмді жұп-жұмсақ болышқаны бірге жасайтын боламыз. Алдымен бір кесе жылы сүтімізді қосамыз. Сүтіміз салқын болмау керек. Қатты да ыстық болмау керек. Жылытып қосасыздар. Одан кейін бір пиала шекерімізді қосамыз. Осылай шекеріміз ерігенше араластырып аласыздар. Одан кейін тұз, дрож қосасыздар. Тұз бен дрожды кішкентай қасықпен бір қасық қосасыздар. Осылай араластырып аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды саламыз. Әбден араластырып, ұнымызды илектен өткізілген ұнымызды саламыз. Қамырымыз қатты болып қалмау керек. Жұмсақ та болып кетпеу керек қатты. Осылай араластырып, осылай жақсылап араласып болғаннан кейін електен өткізген ұнымызды қоса береміз. Ұнды бірден көп салып жүрмеңіздер. Аз-аздап қосып, илеп бастайсыздар. Илеп болған қамырымызды жылы жерге орап қойыңыздар. Бір жарым сағатта ашитын болады. Осылай жұмсақ қып илеп аласыздар. Міне ашыды қамырым. Шетінен енді істей бастаймыз. Мен тамақ істейтін сұйық майды қолдандым. Осылай ортасына май жағып жібересіздер де, орап пышақпен кесіп әртүрлі формаларға сала бересіздер. Мен сіздерге 3-4 түрін көрсетемін осылай формалардың. Кейін дайын болған болышқаларымызды 180-200 градуста пісіріп аласыздар. Менің арнам сіздерге ұнаса, тіркеліп, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Сіздер қайтып жасайсыздар. Менің осы жасаған болышқаларым ұнаса, пікір қалдырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойып отырыңыздар. Мен шекерді бетіне сеу үшін не қылдым? Осы дайын болған формаларымызды жұмыртқаның сарысымен жағып, одан кейін шекер сеуіп жүрсеңіздер де болады. Арасына бетіне мак сепсеңіздер де болады. Арасына варенье, сгущенка қоссаңыздар болады, басқа да нәрсе. Тәтті. Өстіп әртүрлі формаларға салып істей бересіздер. Видеоның ақырына дейін көріп тамашалаңыздар, үйреніңіздер. Ұнаса тағы да лайк басып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Рахмет көп-көп.